Шаруаның жұмысын жеңілдету өз алдына бір мақсат. Төрттіліктен сапалы өнім алудың бірден бір жолы қолдан ұрықтандыру. Қауымдастық мамандар шақырып, ауылдағы ағайынды ұрықтандырушыға онлайн оқыта бастады. Нәтиже бар. Тұрар ауылының тұрғыны Қайрат Омаров алғашқы түлектерінің бірі. Алматы маңындағы бірнеше ауданға қызмет көрсетіп келеді. Малын ұрықтандырады, төрттілігіне таңбада басады. Бұған дейін 7 жыл арнайы мақсаттағы жасақта қызмет еткен жауынгердің қазіргі кәсібі өзіне ұнайды. Адамға не керек? Ең бірінші тамақ керек қой. Одан кейін уже ойын сауық анау-мынаулар керек. Біріншіден біздің жер кең бізде, Қазақстанда көп мал бағуға болады, егін егуге болады, жұмыс істеу керек. Ақшасы да жақсы. Ерінбеу керек қой. Құпия болмаса қанша болып жатыр қазір табысың? Мен бір күндік табысым минималдық есеппен алғанда 35 мыңнан жоғары 200 мыңға дейін болған күндер бар. Қайраттың қызметіне көрші Жамбыл облысының шаруалары да жүгінеді. Демек, бұл салада маман тапшылығы бар деген сөз. Онлайн дәріс алған тағы бір түлектің жасы 60-қа жақындаған. Алакөлдік Дүйсенбай Запенов 450 шақырымды артқа тастап, білімін тәжірибемен шыңдау үшін шаруашылық басына арнайы келген. Темір жол саласында істедім. 20 жылға уақыт. Енді әрбір қазақтың қанында бар ғой, енді малға жақындық. Содан байтау қызығушылығым оянды осы ұрықтаушыға.